Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен бөлісетін пайдалы ақпаратым банан жайлы болмақ. Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер көп. Ал банан депрессиямен күресуге көмектеседі. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Сүйектерді қатайтады. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан ағзадағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден-бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин мен хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамындағы көп калий қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасының қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. Шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер, калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғарғы мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Бүгінгі сіздерге дайындаған банан жайлы пайдалы ақпаратым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.